Жаздың соңғы тамыз айы қарбыздың әбден пісіп жетілген мерзімі болып есептеледі. Әсіресе аптап ыстықта шөл басу үшін бұл өнімнің пайдасы сөзсіз. Алайда кейбір ауруы бар жандар үшін қарбызды пайдалану зиян келтіруі мүмкін. Бүгін қарбызды қалай дұрыс таңдау керек екенін, сондай-ақ одан не дайындауға болатынын назарларыңызға ұсынамыз. Қарбыздың құрамы. Қарбыз бұл 90% дерлік судан тұратындықтан шөлді жақсы басады. Мәйегінде ақуыздар мен майлар жоқ, бірақ тез еріп, қуат беретін көмірсулар көп. Бұл жеміс әсіресе физикалық белсенді адамдар үшін пайдалы. Жаттығу кезінде аздап қарбыз шырынынан немесе бір тілімнен дәм татсаңыз, денедегі су қорын толтырып, қантпен қанықтырады. Қарбыз құрамында ликопеннің қызыл пигменті өте мол. Денедегі ликопен басқа каротиноидтер сияқты А дәруменіне айналмайды. Пигмент күшті антиоксиданттық қасиетке ие. Көптеген зерттеулер тағамдағы ликопеннің жоғары мөлшері жүрек және қан тамырлары ауруларының қаупін төмендететінін көрсеткен. Кейбір зерттеулер тіпті қуық асты безі мен ішек қатерлі дамуы азаяды деп мәлімдейді, бірақ бұлай нақты қорытынды жасау нақты зерттеуді талап ететіні анық. Қарбыз мәйегінде дәрумендер төмен концентрацияда кездескенімен С және А дәрумендері сондай-ақ минералдарға бай. Онда бұлшықеттерге арналған магний көп. Аталған магний кальцийді сіңіруге көмектеседі. Онсыз сүйектер сынғыш болатыны белгілі. Ал дәнегі мәйекке қарағанда қоректік заттарға қаныққан. Олардың құрамында фолик қышқылы және ПП дәрумені, сонымен қатар фосфор мен магний бар. Сол себепті дәнекті кептіріп немесе қуырып жеген пайдалы. Қарбыздың зияны. Пайдалы саналатын кез келген тағам шамадан тыс тұтынғанда зиянын тигізетіні жалпыға белгілі тұжырым. Жас баладан кәріге дейін сүйсініп жейтін бұл жемістің де адам ағзасына қандай зияны бар. Қарбыз толығымен дерлік судан тұрып, калориясы өте төмен болғандықтан, оны шексіз мөлшерде жеуге болмайды. Бірақ бұл дұрыс емес. Қарбыз мәйегі қарапайым көмірсуларға бай. Сондықтан бұл гликемиялық көрсеткішті жоғарылатады. Одан пайда болған қантты кетіру үшін ағза көп су жұмсайды. Осы себепті қарбызды шамадан тыс жеген кезде бүйрекке артық жүктеме түсіп, ағзадағы улы заттар ғана емес, судың кеткен мөлшерімен қажетті минералдар да бірге шайылады. Қарбыз бұл жақсы несеп айдаушы. Дәл осы үшін оны несеп тас ауруы бар адамдарға жеуге кеңес берілмейді. Өйткені тастың көбеюіне әкеп соғуы мүмкін. Сондай-ақ жүктіліктің соңғы мерзімінде жүрген әйелдерге мейлінше бас тартуды ұсынамыз. Яғни бұл жағдайда онсыз да дәріханаға жиі баратын жандарды 2 есе жүгірте түспек. Оған қоса 3 жасқа дейінгі кішкентай балаларды қарбызбен тамақтандыру ұсынылмайды. Бұл аллергияға емес, ең алдымен қарбызды өнеркәсіптік өсіруде қолданылатын тыңайтқыштар, нитраттар және тағы басқа зиянды заттарға байланысты. Олар сыртқы қабатында көп мөлшерде жиналатындықтан ересектерге де қарбызды қабыршағына дейін жеуге кеңес берілмейді. Қарбыздың медицинада қолданылуы. Ресми медицинада қарбыздың тек дәнегі қолданылады. Одан алынған май сығындысы бүйрек ауруларын емдейді. Аталған май зәр қышқылымен несеп айдауға тез әсер етіп, бүйректі құмнан тазартады. Алайда бұл дәрі-дәрмекті дәрігердің арнайы нұсқаулығымен ғана пайдалануға болады. Қарбыздың мәйегі мен қабығын көптеген елдер халықтық медицинада игілігіне жаратады. Жоғарыда айтылғандай, мұнда ең алдымен қарбыздың несеп айдау әсері үшін бірінші кезекте тұр. Емшілердің айтуынша қарбыз ісінуді, жүрек пен бүйрек ауруларын, гипертония мен іш қатуды жеңілдетеді екен. Ал Қытай медицинасы қарбызды организмнен барлық ауруды алып тастайтын салқындатқыш құралға жатқызады. Сондай-ақ қарбыздың қабығынан, мәйегінен жасалған қайнатпа мен компресстер терідегі жараларды емдеуді тездету үшін қолданылып, дәнегінен шай дайындалады. Қарбыздан жасалатын тағамдар. Біршама елдерде, оның ішінде біздің елімізде қарбызды піскен қалпы өзін жарып жейді. Бірақ бұған қосымша қарбыздан жасалатын тағамдар да бар екен. Оны түрлі тәсілдермен айталық қуырып, маринаттап, тұздап, қабығы мен мәйегінен тосап қайнатып, ал шырынынан шәрбат дайындауға болады. Көптеген халықтар қарбызды тұзды тағаммен тістеп жегенді ұнатады. Коктейль.
Егер қарбыздың дәнегі аз болса, оны жарты бөлікке теңдей кесіп, көрінетін дәндерін алып тастап, коктейль дайындап беруге болады. Ол үшін ең алдымен апельсин мен лайм шырынын сығып, дәнінен тазартылған қарбыз мәйегін блендермен ұнтақтау керек. Ендігі кезекте шырындар мен қарбыз пюресін араластырып, стаканға құю жеткілікті. Әрқайсысына дәм мен мұздататын қоспалар, жеміс шәрбаттарының, газдалған су, жалбыз жапырақтарын, сондай-ақ қажет болған жағдайда әркім өзі қалаған жемісін қосуына болады. Құрамына қажет заттар: қарбыз 500 грамм, лайм, яғни жарты бөлігін, апельсиннің жарты бөлігін, мұз, жалбыз, шәрбат дәміне қарай қоссақ болады. Келесі кезекте салат. Ескере кететіні, барлық ингредиент салқын болуы керек. Сонымен қоса, бұл ұзақ сақталмайтын, дереу жеуді қажет ететін жеңіл тағам. Дәмділігін айтпағанда, салат өте пайдалы. Қарбыздан алынған пигменттік ликопен аталған салатта май еритін болғандықтан жақсы сіңеді. Дайындау үшін қарбыздың мәйегінен дәндерін алып тастап, 4 бұрышты үлкен бөлікке кесу керек. Ірімшікті брынза, яғни ірімшікті де дәл солай тураған жөн. Одан кейін ыдысқа қарбыз бен ірімшікті салып, араластырып, май мен лайм шырынын сығып қосады. Дайын салатты бұрыш пен туралған жалбызбен дәмдеуге болады. Құрамына қажетті заттар: қарбыз 500 грамм, ірімшік, яғни брынза 150 грамм, зәйтүн майы 1 ас қасық, лимон 1-ден 4 бөлігі, жалбыз 1 бұтақша, ұнтақталған қара бұрыш, яғни дәміне қарай қоссақ болады. Қарбызды дұрыс таңдау және сақтау жолдары. Қарбыз маусымы тамыз айында басталады. Осы уақытқа дейін жемістердің пісуі тыңайтқыштармен тездетіледі. Сондықтан ерте сатып алу қауіпті болуы мүмкін. Қарбыз өсірілетін алқапта көбіне дерлік азот тыңайтқыштары қолданылады. Өсімдік оларды өңдейді және шығарып тастайды, ал қалған бөлігі нитрат түрінде қалады. Олардың аз дозасы қауіпті емес, бірақ жетілмеген жемістерде нитраттың бөлініп шығуға уақыты болмауы мүмкін. Сондықтан піспеген қарбызды жеуге болмайды. Көбінесе қарбызбен улану нитраттармен байланысты емес. Көптеген адамдар жемісті тым мұқият жумайды. Ал кесу кезінде бактериялар мәйекке түсіп уландырады. Қарбыз жердің өзінде өсетіндіктен олар мұқият тазалап жууды қажет етеді. Қарбыздың қабығы жылтыр, сондай-ақ қою жасыл болуы керек. Қарбыздың жерге тиген бөлігі бір жағында дақ болып тұрады. Егер дақ ақ емес, сары немесе қоңыр болса жақсы. Піскен қарбыздың бас ұшы құрғақ, қылшық бетінде құрғақ жіп тәрізді жолақтар болуы мүмкін. Сонымен қатар, ұрған кезде саңырау емес, ашық естілетін дыбыс шығады. Қарбызды бөлме температурасында бірнеше апта бойы сақтауға болады. Салқын қараңғы жерде жеміс бірнеше ай бойы сақталады. Алайда ол кезде құрамындағы біраз қоректік заттарды жоғалтады. Ал кескеннен кейін мәйегін ауа өткізбейтін пакетпен немесе фольгамен жабу керек. Бұл күйінде қарбызды тоңазытқышта 4 күнге дейін сақтауға болады.